Грузиядан Ресей шекарасында Верхний Ларс деген. Осы жерде кедендік бақылауды өте қатты бір тексеріс болады. Біз таңғы 6-да келдік. Өзіме мысалы жаңғыз автокөлік әкеліп тұрмын, өзіме. Соны таңғы 6-да өтіп, оны Грузияда жасатқанбыз, обеспечение дайындап өткеннің өзінде осы жерден бір кодтары шықпай, сөйтіп күттік обеспечениені. Кешкі қазір сағат 12 болды, түнгі 12. Сол кезде бірақ шықты менікі. Бұл неге өтіп жасап жатыр? Себебі мен өзім ойым, Ресей бұл кедендік тазалаудан көптеген ақша түседі бюджетке. Бұл жерде қаншама кеденнің органында қаншама жұмысшы бар, қызметшілері. Солардың айлығы бар, басқасы бар. Осы жердегі көптеген алаң бар, СПХ-сы қамтамасыз ету керек. Соның барлығы жүйеге қойылған. Ал бізде Қытай менен Қазақстан шекарасында Ресейдің тауарлар транзитпен өтетін. Олар бірден өтеді кетеді. Біздердікі транзиттік тауар ғой енді. Біз Қазақстанға алып баратырмыз. Бірақ соның өзінде осы жерден бүкіл біздің қағазымызды салып, біз $400 обеспечение қылып, осы Ресейге тастап кетеміз. Ал Ресейдің тауарлары Қытайдан алып келе жатқан транзитпен Ресейге өтетін тауарлар Қазақстанға обеспечение осылай тастап кете ме $400?